Сәлем баршаңызға, мен Жайнагүл. Сіздерге пончик ұсынатын боламын. Тез әрі оңай жасалатын, видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге керек нәрсе ұн, су, жылы сүт, жұмыртқа, қант, дрожж, сары май, тұз керек. Ең алдымен жылы сүтімізді ыдысымызға құйып, одан кейін суымызды құйып, одан кейін кішкене ұн салып, дрожжымызды салып араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін қантымызды салып 15 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. 15 минут өткеннен кейін жұмыртқамызды салып, тұзымызды салып, араластырып, біртіндеп отырып, ұнымызды саламыз. Ұнымызды біртіндеп араластырып отырып, қолымызбен илейміз. Илеп болғаннан кейін үстіне сарбайымызды салып, тағы да илейміз. Әбден илеп болғаннан кейін бетін жауып, көтерілгенше күтеміз. Көтерілгеннен кейін тағы да екінші рет басып, екінші рет көтерілгеннен кейін барып аламыз да формамызға келтіреміз, видеодағыдай. Одан кейін бетін жауып, кішкене көтерілгенін күтеміз. Сосын қызып тұрған майымызға қуырып аламыз. Одан кейін шоколадтарымызды дайындап ертіп аламыз. Мен 2 түрлі шоколад қолдандым. Осылай видеодағыдай кішкене жағып болғаннан кейін қойып қоямыз да бетін әсемдейміз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдейсіздер. Менде осылай болып шықты. Өте керемет, дәмді, отбасының көңілінен шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.